Жоғары не орта арнаулы оқу орнын бітірген жас мамандар жұмысқа бірден кірісіп кету үшін өзінің біліктілігін көрсете білу қажет. Гүлсара Өмірсерікқызы нөмірі 76 мектеп лицейінде тәжірибеден өтіп, кейін осы жерге бастауыш сыныбының мұғалімі болып жұмысқа орналасты. Бала күнгі арманы орындалған кейіпкердің әр күні ізденіске толы. Бастауыш сыныпта оқып жүргенде үлгілі ұстаздар маған сабақ берді. Осы оқуға 2011 жылы Астана қаласы гуманитарлық колледжін тамамдап, бастауыш білім беру мамандығы бойынша 76 мектеп лицейін табалдырығын осы қыркүйек айында аттадым. Бүлдіршіндеріміз бірінші сыныпта енді балаларды оқытатын кезде ең бірінші балаларды жақсы көріп керек дейді ғой. Сол себепті өзім балалармен жұмыс істеген ұнағандықтан мен осы мамандықты таңдадым. Бірінші Ә сыныбының ұстазы болып бекітілген Гүлсара бүлдіршіндердің әрқайсысына тақырыпты түбегейлі түсіндіруге тырысады. Білімнің негізі дұрыс қалыптасса, болашақта жемісін береді. Осы ұмтылысын оқушылары да жоғары бағалайды. Мұғалім бізге білімді үйретеді. Мұғалім әр балаға жазуды, оқуды, әріпті үйретеді. Біз мұғалімге қарап өсеміз. Мұғалім бізге сабақты жақсы оқытады, түсіндіреді, ұрыспайды, ренжімейді. Біз оны жақсы көреміз. Бір өзің бір қатар пәнді түсіндіре алу үшін мықты дайындық керек. Сонда ғана білімге құштар жастарды жан-жақты тәрбиелей аласың. Бұл ұстаздың өзіндік ұстанымы. Балалардың психологиясын білу үшін өткен жылдар біз практика кезінде бақылай алдық. Үлгілі тәжірибелі мұғалімдерден сұхбат, сауалнама жинау арқылы нәтижелерін шығарып, балалардың психологиясын түсіне алдық. Қазіргі бірінші сыныптың балаларының психологиясы өте нәзік, олар жаңағы табиғаттары ашық, өзі көңіл күйлері ашық балалар. Оларға енді ең бірінші балаларды жақсы көріп, оларды әртүрлі ойындар арқылы, сабаққа қызықтыру арқылы, олардың білімге деген көзқарастары, қызығушылықтары артады. Балалар әрбір баламен жеке жұмыс жасай алу керек. Сабақтан тыс уақытты бос өткізуді жөн санамайтын мұғалім, қолы қалт етсе, тәжірибесі мол әріптестермен пікір алмасады. Білмегенін сұрап, тәлімгерінен үйрену үстінде. Білім беру саласында 33 жылдан астам қызмет етіп келе жатқан ұстаз Қарашаш Қалиақбарова мұндай үрдістің маңыздылығын ескертті. Гүлсара Өмірсерікқызы өзінің бар білгенін оқушылардың алдында көрсете біліп жатыр. Қазіргі кезде мынау әдістемелік жағынан, шығармашылық жағынан, деңгейлік курстардан, көптеген аға ұстаздардан тәлім алып жатыр. Сабаққа күнделікті өте жақсы дайындалып келеді. Шығармашылық тақырыбы бастауыш сыныптарда оқушыларды ойын арқылы дамыту тақырыбында көптеген жұмыстар атқаруда. Гүлсара Айтжанова жақында ұстаздар арасында өтетін қалалық сайысқа қатысады. Қызмет жолындағы жауапты сәтті директормен ақылдасып, қосымша кеңес алуда. Айта кетерлігі тек осы мектептің өзінде 17 жас маман балаларға білім береді. Оның жетеуі биыл қабылданған. Жас мамандарға мектептің, мысалы, менің өз басымнан қызығатын тұсым, бұл балаларда кішкене батылдық бар. Одан кейін креативті ойлай алады, бір шаблонды түрде емес, кішкене ойлау, жан-жақты ойлайды. Сонымен қоса мынау қазіргі заманауи үрдістерге, заманауи жаңалықтарға жылдам бейімделеді. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан, мұғалімдік жолды таңдаған мамандардың әр күні жауапкершілікке толы. Себебі олар ұлттың болашағын тәрбиелеп, білім шырағын жағып келеді.